Сәлем достар! Сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгін сіздерге балалық шағыңызды еске алғызар хош иісті жұмсақ булочкаларды жасаудың қыр-сырымен бөлісетін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ендеше қамырымызды дайындауға кірісейік. Ең бастысы, су мен сүттің температурасы жылы болу қажеттігін ұмытпаңыз. Егер суық болса, қамырыңыз дұрыс көтерілмейді. Осылайша рет-ретімен құрғақ табамызға құйып бастаймыз. Суымызды, сүтімізді, бір ас қасық шекерімізді, жарты шай қасық тұзымызды, содан соң 7 грамм дрожжымызды, сұйық майымызды және жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Негізінен 2 жұмыртқа қажет болады, бірақ бір жұмыртқаның желтогын алып қалыңыз. Ол пісіру барысында ең соңында қажет болады. Рецептке байланысты өз ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіз, жауап беруге тырысамын. Осылайша жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезек електен өткізілген ұнымызға хош иісті ванильді сахарымызды салып араластырамыз. Содан соң сұйық консистенциямызға қосып бастаймыз. Бөліп қосқаныңыз абзал. Сол кезде біртіндеп жақсылап араласады. Бастапқы кезінде қасықпен араластырып, қоюлана бастаған соң қол көмегіне жүгінген дұрыс. Егер қолыңызға жабысып, ыңғайсыздық туғызса, ең соңында сұйық маймен басып жіберсеңіз болады. Осылайша қақпағын жауып 1 сағатқа тыңдықтырып қоямыз. Мінекей 1 сағат көтерілген қамырымызды орташа өлшемі 100 грамм болатындай етіп бөліктерге бөліп, мата сүлгімен жауып 10 минутқа тыныштыққа қойып аламыз. Ол және де тағы көтеріледі. Содан соң булочканың формаларын беріп бастаймыз. Мінекей 10 минутымыз өтті, бөліктеріміз тағы да жақсылап көтерілді. Ендігі кезек қамырымызға булочканың формаларын беріп, дәмдендіруге кірісейік. Ол үшін бізге шекер, сұйық сары май сұйытылған және бетін сылауға сүт араластырған манағы сары уызымыз қажет болады. Жақсылап қамырымызды оқтаумен жайып аламыз. Содан соң жайылған қамыр бетіне сары майымызды жағып шығамыз. Одан кейін шекерімізді сеуіп шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша тәттірек қылғыңыз келсе, көбірек себіңіз. Содан соң түтікше ретінде орап, видеода көрсетілгендей қамырға форма беріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Алдағы уақытта ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей барлық бөлшектерімізді осылайша дайындап алдық. Формасы берілген қамырымыздың бетін мата сүлгімен жауып 30 минут тыныштыққа қойып аламыз. Мінекей қамырымыз тағы да өте жақсы көтерілді. Бетін сүт араластырылған сары уызымызбен жағып шығамыз. Содан соң әсемдік үшін мак сеуіп шығамыз. Сіз қалауыңызша кунжут немесе корица сеуіңізге болады. Алдын ала 180 градуста қыздырылып тұрған пешке кіруге дайын тұрған булочкаларымды қараңызшы, өте әдемі. 20 минутта пісіп шығады. Қараңызшы достар, қандай әдемі көрініс. Бірден тәбетіңізді ашады. Ыстық шаймен, май жағып жесеңіз қандай дәмді. Буы бұрқырап тұр. Ортасын ашып көрсетейін, өте жұмсақ. Үлпілдеп біркелкі піскен екен. Баршамызға ас болсын!